Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге баклажаннан, яғни баялдыдан салат әзірлеп көрсететін боламын. 3 дана баялдымызды жақсылап жуып, тазалап, бас жақтарын кесіп алдым. Баялдыны ортасынан қақ жарып, оны 3 бөлікке бөліп, 3 бұрышты етіп турап алдым. Бірақ қатып қалған қағида жоқ, өз еріктеріңіз бойынша кесіп алсаңыздар да болады. 3 дана баялдымызды толығымен кесіп алғаннан кейін жүгері крахмалымызды қосып, жақсылап араластырып алуымыз керек. Егер де жүгері крахмалы аздау болса, қосымша үстіне қосып араластыруларыңыз керек. Осы сәтте мен табама май құйып, қыздырып қойдым. Енді артық жүгері крахмалын илеуіштен өткізіп, алып тастауымыз қажет. Жүгері крахмалын артығын алып тастауымыздың себебі қуырған кезде баялды қатты қызармай, сырты ағарып тұратын болады. Қызып тұрған майымызда жүгеріге аунатылған баялдымызды араластыра отырып, сырты қызарғанша қуырып аламыз. Достар, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қызыл подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеле кетулеріңізді де сұраймын. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Баялдымызды қуырып алғаннан кейін жарты келі қызанағымызды қалауларыңыз бойынша үлкендеу етіп кесіп аласыздар. Артық сөлін алып тастауымыз керек. Бұл жерде салатымның мөлшері 4 порцияға жасалынған, яғни 4 тарелкаға ұсынуларыңызға болады. Егер сіздер аздау етіп жасағыларыңыз келсе, ұсынылған мөлшерді 2 есе азайтуларыңызға да болады. Осымен біздің жарты келі қызанағымызды үлкен етіп турап болдық. Енді жарты келі қиярымызды ұсынылып отқан видеоға мұқият қарасаңыздар, арнайы пышақпен ұзын-ұзын етіп кесіп алдым. Яғни соломка тәріздес етіп кесесіздер. Енді дәл солай жарты келі болгар бұрышын, яғни 4-5 дана болгар бұрышын арнайы пышақпен де дәл сол қияр секілді етіп ұзын жолақтарға кесіп аламыз. Егер де сіздерде арнайы осындай кесетін құрылғы болмаса, пышақпен де ұзын жолақтарға кесе берулеріңізге болады. Мен бұл жерде болгар тәтті бұрышын қызыл, сары, жасыл түстерін алып қолдандым. Енді 3 дана пиязымызды үлкен тор көздерге, яғни кубиктарға турап алып, араларын міндетті түрде ашып алуымыз керек. Ол үшін видеоға мұқият болыңыздар. Достар, ұсынылып отқан видеом, яғни салатым ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ол үшін төменде поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Үлкен тор көздерге туралып, аралары ашылған пиязымыздың үстіне 3-4 дана сарымсағымызды майдалап турап қосамыз. Сарымсағымыздың үстіне 1 шай қасықтан кориандр, қызыл ащы бұрыш, паприкамызды қосамыз. Оның үстіне 1 ас қасық қантымызды қосамыз. Татымына қарай тұз қосасыздар. Мен бұл жерде 1 ас қасық тұз қостым. Үстіне қызып тұрған сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Майымыз дәмдеуіштермен жақсылап араласқаннан кейін үстіне 70% сірке суынан 1 шай қасық қосамыз және 2 ас қасық соя тұздығынан қосып араластырып аламыз. Салатымызға қосатын тұздықты осылай жасап көріңіздер. Сол кезде пиязымыз қатты күймей, өте дәмді болып шығады. Қуырылып және туралған көкөністеріміздің басын біріктіріп, үстіне осы тұздығымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Араластыру барысында татымына қарай көресіздер. Егер де тұз жетіспеген болса, тұздан сәл қосып жіберсеңіздер болады. Бетіне сәндік үшін қуырылған күнжітті сеуіп қойсаңыздар да болады.
Осымен біздің өте дәмді болып шығатын баялдыдан жасалған салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.